Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша Құран оқу. 25-ші Әл-Фурқан сүресі 53-ші аят. Қуылған шайтанның кесірінен Аллаға сыйынамын. Ол Алла бірі шөлдегеннің шөлін қандыратын тұщы, енді бірі тұзды да ащы қос теңізді бір-бірімен тоғыссын деп қоя берді. Алайда араласып кетпеу үшін араларына өткел бермес бөгет қойды. Сондай-ақ ол судан адамды жаратты, сөйтіп оны текті әрі біріне бірін жегжат қылды, һәм сол арқылы қарасын көбейтіп, бір-біріне туыс тамыр қылды. Раббыңның құдіреті барлық нәрсеге жетеді. Өкініштісі, кей адамдар Алланы бұлай қойып, өздеріне пайда да зиян да келтіре алмайтын әлденелерді тәңір тұтты. Соларға құлшылық етіп, жалынып жалбарынуда. Расында кәпір өзін жоқтан жаратқан һәм тіршілік еткізген Раббысына қарсы кімге болса кетеді. О Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, біз сені адамдардың тура жолға түсуіне һәм олардың күнәлары үшін жауапты етіп емес, иман келтіріп, игі істер істегендерді сүйіншілеп қуантушы әрі теріс жолдарға түсіп, адасып жүргендерді ескертуші ретінде ғана жібердік. Оларға мен осы еңбегім үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің жалғыз тілегім Раббысына жол табуды қалаған әрбір жанның сол жолды адаспай табуы деп айт. Әсте өлмейтін мәңгі тірі Аллаға арқа сүйеп тәуекел ет, һәм оны сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіңе ғана тән деп мадақтаумен бол. Оның өз құлдарының күнәларынан хабардар болғаны жетеді. Ол көктер мен жерді және екеуінің арасындағы барлық нәрсені 6 күнде жаратқан һәм содан кейін аршқа истуа еткен, яғни аршқа шексіз билігін жүргізген, аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп шексіз үкімін жүргізген Алла. Ол өз қалауы өзінде болған шексіз ілім, шексіз құдірет иесі Рахман Алла. Міне сондықтан да не нәрсенің болмасын ақиқатын бәрінен толық хабардар болғаннан сұра. Ол мүшриктерге Рахманға бағынып сәжде етіңдер делінгенде олар Рахман деген не, сонда біз сенің сәжде етіңдер дегеніңнің бәріне сен бұйырды екен деп сәжде ете береміз бе дейді. Бұл үнде олардың тәкаппарлығын одан сайын арттырып, иманнан одан сайын алшақтата түседі, бездіреді. Көкте шоқ жұлдыздарды жаратқан, сондай-ақ оған шамшырақ пен нұр шашқан айды орнатқан, шексіз нығмет пен құт берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы десеңші. Ол Алла ойланып ғибрат алуды яки шүкіршілік етуді қалайтын әрбір жан үшін түн мен күндізді бір-бірінің ізін ала алмасып тұратын қылды. Рахманның хас құлдары жер бетінде сыпайылықтың шегінен аспайтын жандар. Оларға жөн білмес надандар тіл қатқанда, наданмен надан болмай оларға аман болыңдар деп өз жөніне кете барады. Сондай-ақ олар түннің бір бөлігін Раббыларына сәжде етумен әрі тік тұрып құлшылық қылумен өткізетін жандар. Һәм олар әркез, уа Раббымыз, жаһаннам азабының бетін бізден ары қылғайсың. Өйткені оның азабы шеті шегі жоқ, жан төзгісіз азап. Расында жаһаннам неткен жаман жай, неткен жаман тұрақ еді деп жалбарынады. Олар өздері немесе өзгелер үшін мал-пұл сарп еткендерінде ысырап та сараңдық та қылмайды. Осы екеуінің арасында өздеріне лайықты бір жолдың бар екенін біледі. Олар Алламен қатар басқаны да құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтірілуін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді, зина жасамайды. Кімде-кім осы айтылғандардың бірін істесе ауыр жазаға ұшырайды. Қиямет күні оның азабы еселене түседі және ол сол азаптың құрсауында мәңгі бақи қор болып қала береді. Ал кімде-кім өкініш білдіріп тәубеге келсе әрі иман келтіріп өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа, күнәларын сауапқа айналдырады. Алла өте кешірімді, әсіресе тәубе етіп өзіне бір жола бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Кімде-кім істеген күнәларына өкініп тәубе етсе, әрі өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, шүбәсіз бұл оның Аллаға шынайы түрде һәм тәубесі қабыл болған күйде бет алғаны. Олар әсте жалған куәлікке һәм өтірік пен жалған жайлаған жерлерде жүрмейді. Сондай-ақ қандай да бір мәселенің анық-қанығына жетпей жатып пікір білдіріп үкім шығармайды. Бос әрі түкке тұрғысыз сөзге немесе әрекеттерге кезіккенде байсалды қалпынан айнымай өтіп кете барады. Олар Раббыларының Құрандағы һәм болмыстағы аяттары еске немесе ауызға алынғанда
ол аяттардың алдында тас керең немесе көр соқыр ұқсап тұрмайды. Сондай-ақ олар: «Уа Раббымыз, әйелдерімізді және үрім бұтағымызды тура жолға салып, көз қуанышымыз еткейсің. Һәм бізді тақуалықта өзгелерге имам, жетекші әрі үлгі-өнеге қылғайсың» деп тілейді. Міне осынау игі жандар Аллаға құлшылық етіп, хақ жолды ұстауда сабырлылық пен табандылық танытқандары үшін жұмақтағы ең жоғарғы мәртебелермен марапатталады. Періштелер амандық, саулық тілеп, оларды ерекше қошеметпен қарсы алады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді. Ол жер қандай керемет жай, қандай тамаша тұрақ еді. Оларға: «Егер дұға мінәжаттарың болмаса, Раббым сендерді қалай бағаласын? Әй кәпірлер, сендер оның жолдауын жалған деп жоққа шығардыңдар. Ендеше осы күнәларыңның жазасын міндетті түрде һәм мәңгі бақи тартасыңдар» деп айт. Садақаллахул азим.